айдан ұн шығару үшін диірменді қаттырақ күш салып тарту керек жаным. Жарайды апа. Анашым, неге сізге әжем үнемі ескерту айта береді? Қызым, қарты бар үйдің қазынасы бар деген. Әжең бізге білмегенімізді үйретеді. Мен әжеңді тыңдап көп нәрсені үйрендім. Үлкен кісінің өнегесін үйренгеніміз өзімізге жақсы. Әжеңе үлкендерге қарсы шықпа қызым. Түсіндің бе? Иә, түсіндім анашым. Айналайын келінім. Ананың сүті бойды өсірер деген. Ананың тілі бойды өсірер жаным. Қыз баланың тілегі тәңірден екен. Қызыл дәннің барар жері диірмен екен. Міне қыздарым, біздің бидайдан жасаған ұнымыз дайын болды. Енді ұннан талқан жасаймыз. Анашым, әжем не істеп жатыр екен? Жүргізем барып әжем көріп. Әже, осы қиқматаларды қайтесіз, оларды неге құрап жатырсыз? Қыз бақыты қырық құрақ деген қызым. Бастары құралып кетсін деген мақсатпен тігілетін көрпе. Қиық маталардың қиындыларынан тігілген үшін қыз жасауына қосамыз. Құралып үй болып кетсін деген мақсатта тігіледі. Әже, біз өскенде бізге де құрақ көрпе тігіп бересіз бе? Әже, маған да тігіп бересіз бе? Я айналайын, сендерге де тігіп берем. Жасым жетсе шөберелеріме де тігіп берем. Ой, алтындарым менің. Кәнеки. Ал құрбым, амансың ба? Амансың. Өздерің қалайсыңдар, аман есен? Шүкір, жақсымыз. Бүгін міне өзіңе хал жағдайыңды білейін деп келдік. Жақсы болыпты. Аман есен, біз құрақ көрпе тігіп отырмыз, жайымыз бар. Бәрекелді. Жағана ғана анамыз екеуміз қол берменінен бидай тартып талқан дайындадық. Ой, бәрекелді, жарайсың. Үйренгенің өзіңе жақсы қызым. Айша, сен білесің бе? Құрақ көрпе тігуге болатын білесің бе? Судың да сұрауы бар деген. Сен сол кішкене матадан құрақ көрпе тігуге болатын білесің бе? Көп түкірсе көп болатын білеміз. Демек, осы мата қиындыларын жинасақ, мынандай құрақ көрпе тігуімізге болады. Әрі шапшылдық жасамаймыз. Сен үйінде құрақ көрпе маталар бар ма? Бар болса, жинап әжелерімізден құрақ құрауды үйренейік. Мен үйге бағысын қарап көрейін. Бар болса, келемін. Құрбыларым, қараңдаршы. Қазіргі балалар қандай ақылды? Ұрпағымызға салт дәстүрімізді, ырым тиымдарымызды айтып отырсақ, ертең қазақтың инабалы, ибалы, әдемі қыздары болып өседі, Құдай қаласа. Я, құрбыларым, келіні жақсы үйдің босағасынан бақ кетпеген. Мына келін біз келгенде сәлемін салып, жылы жүзбен қарсы алады. Әйелдің асылы ісінен, тәрбиесі перзентінен екен. Әже тәрбиесін көрген қыздарың да, өздерің де қандай бақыттысыңдар. Қызың көрісің, қызда құт бар деп дана халқымыз бекерге айтпаған ғой. Осындай отбасы құндылықтарын бойларына сіңіріп, ибалы, инабатты, қылықты етіп өсіріп жатыр екенсіңдер. Ризамыз. Бәрекелді, керемет отбасы екен. Әже отбасының алтын қазығы. Әженің тәлімін алған ұлылар өте көп. Зере әжесінің зерделі аңыз әңгімелерін тыңдап өскен бала абай, дана абайға айналды. Ал қазақтың маңдайына біткен шоқ жұлдызы Шоқан да айғанындай әжеден үлгі өнеге алып өскен. Менің де қыздарымның әже тәрбиесін көріп жатқанына қатты қуанамын. Әжеме алғысымды білдіремін. Келді, жарайсың келін.
дастарханға жүріңіздер әжелер. Ал кезде жақсылап шайнайынан қойыпты ғой. Қыз өссе үйдің көркі, гүл өссе жердің көркі. Айналайын балапандарым, еліміздің көркі болып жүре беріңдер. Қазақтың алтауызынан айтайық. Иә, айта отырайық, кәдеки бастайық. Ұлтымның жүрген жері жыран еді, заманның шығардалай құлагері, ән айтып билейтін қыздарымыз, өнердің қасиетті мұрагері. Ай бәрекелді, тамаша орындадыңыздар. Әжелерімізге арнап